Қарт адамдардағы аяқ әлсіздігіне қарсы тұратын ең маңызды 6 қоректік затты бірге анықтайық. Біз көбіне жүрек, ми немесе сүйек саулығына көбірек көңіл бөлеміз. Ал аяқтарымыз күн сайын бізді өмір жолымен алып жүретін үнсіз серіктеріміз. Көбіне ескерусіз қалады. Тек ауырсыну немесе әлсіздік пайда болған кезде ғана назар аударамыз. Алайда егде жастағы адамдар үшін аяқ саулығы жай ғана жайлылық емес. Бұл тәуелсіздік, тепе-теңдік және өмір сапасының негізі. Аяққа қатысты мәселелер көп адамның ойлағанынан да жиі кездеседі, және олардың салдары өте ауыр болуы мүмкін. Мысалы, саркопения деп аталатын жас ұлғайған сайын болатын бұлшықет массасының азаюы аяқ пен табан күшін төмендетіп, әрбір қадамды қиындыққа айналдырады. Буындардың қатаюы, шеміршектің жұқаруы және созылмалы қабыну қозғалысты шектеп, құлау қаупін арттырады. Қан айналымының әлсіреуімен жүйке жұмысының нашарлауы, үйіп қалу, жараның жазылмауы, немесе қант диабеті бар адамдарда қауіпті асқынуларға келуі мүмкін. Бірақ қуанышты жаңалық бар. Дұрыс тамақтану аяқ саулығын сақтап қана қоймай, қалпына келтіре де алады. Көпшілігіміз дәрумендер мен минералдар жайлы білеміз. Мысалы, кальций, Д дәрумені немесе магний. Алайда дененің бұлшықет және сүйек құрылымын нығайтуда маңызды рөл атқаратын басқа да қосылыстар бар. Олар дәрумен емес, минералда емес, бірақ ағзамызға дәл сондай қажетті. Бүгін біз сол 6 ерекше қоректік затты қарастырамыз. Олардың әр қайсысы ғылыми тұрғыда дәлелденген және аяқтың күшін, тепе-теңдігін, сергектігін сақтауға көмектеседі. Бірінші ең маңызды қоректік зат протеин, яғни ақуыз. Жас ұлғайған сайын біздің денеміздегі алғашқы әлсіздік белгілері көбіне аяқтан байқалады. Баспалдақпен көтерілу қиындайды, ұзақ жүру шаршатады, тіпті орыннан тұрудың өзі бұрынғыдай жеңіл болмай қалады. Бұл белгілердің көбі саркопенияның, яғни бұлшықет массасы мен күшінің баяу азаюының алғашқы көрінісі. Зерттеулерге сүйенсек, бұл жағдай 60 жастан асқан әрбір 3 адамның бірінде кездеседі. Бірақ бұл құбылысты тоқтату мүмкін емес пе? Жоқ, мүмкін. Бұған әсер ете алатын негізгі қоректік зат бар, ол протеин. Протеин тек спортшыларға немесе бодибилдерлерге арналған зат емес. Бұл егде жастағы адамдар үшін денсаулықтың басты тірегі. Әсіресе аяқ бұлшықеттерін сақтауда. Жас ұлғайған сайын ағзамыздағы бұлшықет жасушалары өздерін қалпына келтіру мен жаңарту қабілетін жоғалта бастайды. Бұл жағдай ғылымда анаболикалық төзімсіздік деп аталады. Яғни бұрынғыдай аз мөлшердегі протеин енді бұлшықет құруға жеткіліксіз болады. Сол себепті ағзаға сапалы ақуызды көбірек тұтыну қажет. Протеиннің басты рөлі бұлшықеттің беріктігін, тепе-теңдігін және қозғалыс еркіндігін сақтап тұру. Ал егер протеин жеткіліксіз болса, не болады? Аяқ бұлшықеттері әлсірейді, тепе-теңдік жоғалады, жарақаттан кейін қалпына келу баяулайды, ал ең қауіптісі тәуелсіз жүру қабілеті азаяды. Егде жастағы адамдар тәулігіне дене салмағының әр килограммына 1,2-1,5 грамм протеин тұтыну керек. Яғни 70 килограммдық адам күніне шамамен 90 граммға жуық протеин қажет. Бірақ ең маңыздысы оны бір уақытта емес, таңғы, түскі және кешкі асқа тең бөліп қабылдау керек. Көптеген адамдар таңертеңгі ас кезінде ақуызды аз тұтынады. Бұл үлкен қателік. Протеиннің ең жақсы көздері сарысу протеин, жұмыртқа, балық, тауық еті және грек йогурты. Ал тәбеті төмен немесе шайнауда қиналатын адамдар үшін протеин ұнтақтары мен коктейльдері ең ыңғайлы шешім. Екіншісі омега-3 майқышқылдары. Келесі маңызды қоректік зат омега-3 майқышқылдары. Бұл тек жүрекке пайдалы емес, сонымен бірге аяқтағы бұлшықеттер мен буындарға да ерекше әсер етеді. Егде жаста бұлшықет әлсіреуіне көбіне жасырын қабыну процестері себеп болады. Ал омега-3 сол қабынуды азайтып, бұлшықет тінінің зақымдануын баяулатады. Егер адам күн сайын 2,5 граммдай балық майын қабылдаса, ол бұлшықет күшін жақсартып, жаттығудан кейінгі қалпына келуді жылдамдатады. Омега-3 бұлшықет жасушаларының мембранасын икемді және сау күйде ұстайды. Бұл оттегі мен қоректік заттардың жақсы сіңуіне мүмкіндік береді. Оның тағы бір пайдасы қан айналымын жақсарту. Жақсы қан айналымы дегеніміз бұлшықеттер мен аяқ ұштарына көбірек оттегі және энергия бару деген сөз. Бұған қоса омега-3 жүрек пен ми қызметінде қолдайды. Бұл жалпы өмір сапасын арттыруда өте маңызды фактор. Омега-3-тің ең бай табиғи көздері майлы балықтар, лосось, скумбрия, сардина, тунец. Жаңғақтар мен чия тұқымы, зығыр дәні және оның майы.
Егер балықты жиі алмасаңыз, балық майының капсуласын пайдалануға болады. Бірақ оны бастамас бұрын дәрігермен кеңескен жөн, әсіресе қан сұйылтатын дәрі ішетін болсаңыз. Күнделікті өмірде ең тиімді тәсіл аптасына 2 немесе 3 рет майлы балық жеу. Бұл омега-3-тің табиғи және қауіпсіз деңгейін ұстап тұруға көмектеседі. Үшінші дәрумені күн сәулесінің күші. Көп адам бұл дәруменнің қаншалықты маңызды екенін бағаламайды. Алайда дәрумені сүйектер мен бұлшықеттердің саулығының негізгі тірегі. Жас ұлғайған сайын ағза күн сәулесінен бұл дәруменді аз өндіреді. Соның салдарынан сүйек әлсірейді, аяқ жиі сіресіп, бұлшықет тартылып қалады. Күн дәрумені ағзадағы кальций мен фосфордың сіңуін реттейді. Егер ол жетіспесе, кальций сүйекке дұрыс бармайды, ал бұл сүйектің сынғыш болуына және буын ауруларына келеді. Бұған қоса дәрумен бұлшықет күшін сақтап, жүріс-тұрыс тепе-теңдігін жақсартады, яғни құлап қалу қаупін азайтады. Ғалымдардың айтуынша, күн сайын 15-20 минут күн астында жүру немесе күн сәулесінде аптасына 3 рет серуендеу денедегі дәруменнің табиғи деңгейін сақтауға жеткілікті. Ал егер күн аз түсетін жерде тұрсаңыз немесе көбіне үй ішінде болсаңыз, онда қосымша дәрумен түрінде қабылдау қажет болуы мүмкін. Күн дәруменін көбіне балық майында, жұмыртқаның сарысында, сүт пен майлы ірімшікте кездеседі, дегенмен тек тағаммен толық қамтамасыз ету кейде қиын. Сондықтан дәріханада сатылатын D3 түрін таңдаған дұрыс, өйткені ол ағзаға жақсы сіңеді, бірақ артық ішуге болмайды. Төртіншісі магний. Магний бұлшықеттердің нақты досы. Магний біздің ағзамыздағы ең маңызды минералдардың бірі. Ол бұлшықеттің жиырылуы мен босаңсуын реттейді, сондықтан оның жетіспеушілігі аяқтың сіресіп тартылуына әкеледі. Жас ұлғайған сайын адамдарда магний деңгейі жиі төмен болады, себебі ағза оны бұрынғыдай тиімді сіңіре алмайды. Сонымен қатар кейбір дәрілерде, мысалы қан қысымына арналған препараттар магнийдің ағзадан шығуын тездетеді. Ғалымдардың зерттеуінше, магний жетіспегенде аяқтың сіресуі, ұйып қалуы, ұйқысыздық, шаршау, жүрек қағысының бұзылуы сияқты белгілер байқалады. Магнийге бай тағамдарға мыналар жатады: жасыл көкөністер, жаңғақ, бадам, тұқымдар, бұршақ, қара шоколад және сұлы. Бірақ тағамнан ғана жеткілікті магний алу кейде қиын. Сондықтан қосымша түрінде магний цитраты немесе магний глицинат сияқты жақсы сіңетін түрлерін қолдануға болады. Күн сайын 400-450 мг шамасында қабылдау жеткілікті. Алайда тым көп ішіп қою іштің жұмсаруына немесе іш өтуге себеп болуы мүмкін. Сондықтан бәрін теңгерімен ішу маңызды. Магний сіздің ұйқыңызды жақсартып, денеңізді тыныштандырады, аяқтарыңыздың сіреспей еркін қимылдауына көмектеседі. Бесіншісі калий. Жүрек пен бұлшықетке күш беретін минерал. Калий ағзадағы электрлік импульстардың дұрыс жұмыс істеуіне жауап беретін элемент. Ол жүрек қағысын тұрақтандырып, бұлшықеттің дұрыс жиырылуын қамтамасыз етеді. Калий жеткіліксіз болса, адам жиі аяқтың тартылуын, әлсіздікті, жүрек қағысының бұзылуын сезеді. Жас ұлғайған сайын калий ағзадан зәр арқылы көптеп шығып кетеді. Әсіресе егер адам қан қысымына қарсы дәрілер ішсе. Сондықтан егде жастағы адамдар үшін калийдің жеткілікті болуы өте маңызды. Калийге бай тағамдар мыналар: банан, авокадо, картоп, шпинат, қызанақ және апельсин секілді жемістер мен көкөністер. Көп жағдайда тағам арқылы калий жеткізуге болады, бірақ кейде дәрігер бақылауымен қосымша түрінде қабылдауға тура келеді. Калийдің ұсынылатын мөлшері күн сайын шамамен 4,5-5 граммның айналасы. Калий сіздің аяқтарыңызды әлсіздіктен қорғайды, жүрек пен бұлшықетке тұрақты энергия береді және жалпы ағзаның күш-қуатын арттырады. Алтыншысы кальций. Сүйек пен бұлшықеттің тірегі. Кальций біздің сүйектеріміз бен тістеріміздің негізгі құрылыс материалы. Бірақ көп адам оның тек сүйекке ғана емес, бұлшықеттің жүйке жүйесінің және жүректің жұмысына да маңызды рөл атқаратынын біле бермейді. Жас ұлғайған сайын ағза кальцийді баяу сіңіреді. Соның салдарынан сүйек тығыздығы азайып, остеопороз сияқты аурулар пайда болады. Кальций жетіспегенде адамда аяқтың тартылуы, бұлшықет сіресуі, шаршау және тіпті жүрек қағысының бұзылуы байқалуы мүмкін. Кальцийге бай тағамдарға мыналар жатады: сүт, айран, ірімшік, сардина және брокколи. Алайда Д дәруменсіз кальций толық сіңбейді. Сондықтан дәрігерлер кальций мен Д дәруменін бірге қабылдауға кеңес береді. Күн сайын шамамен 700 000 мг кальций адам ағзасына жеткілікті болып есептеледі.
Кальцийдің жақсы түрлеріне кальций цитраты және кальций карбонаты жатады. Олар ағзаға жақсы сіңеді және асқазанға ауыр тимейді. Құрметті көрермендер, егер бұл видео сізге пайдалы болса, міндетті түрде каналға жазылыңыз. Бұл каналда біз сіздің денсаулығыңызды жақсартуға арналған ғылыми дәлелденген кеңестермен пайдалы ақпараттарды бөлісеміз. Күн сайын жаңа видео, жаңа мотивация және жаңа білім. Сондықтан қоңырау белгісін басып қойыңыз және жаңа видеолар шыққанда біріншілердің бірі болып көріңіз. Сіздің әрбір лайк пен пікіріңіз каналдың өсуіне және көбірек адамдардың көруіне себеп болады. Бірге сау болайық. Келесі видеода кездескенше, бұл канал сіздің денсаулығыңыз үшін жұмыс істейтін болады.